Занятия у нас ведутся в офлайн режиме, в формате дежурных классов. И после длительных карантинных дней чувствуется, что дети соскучились по школе, по одноклассникам, по общению. Бесспорно, что в начальной школе очное обучение, она важна и незаменима. Наша цель – дать качественное образование, помочь родителям вырастить высококультурную, высоконравственную, духовную, творческую и социально зрелую личность. И фундамент всему этому закладывается именно в начальных классах. Кезекші сыныптардағы қазақ тілі пәнінің оқытылуы дәстүрлі жүйедегі қазақ тілі сабақтарынан айтарлықтай айырмашылық білінбейді. Сақтық шараларын сақтау аясында оқушылардың бір-бірінен қашықта орналасуын қадағалау мақсатында топтық жұмыстарды кейінге қалдыруға тура келді. Осы үдерісте сабақтың өткізілуі нәтижесінде оқушының өзіне деген сыни көзқарасы қалыптасатын болады. Оқу сыныптарының таза әрі кең болуының маңыздылығына байланысты кітап сөрелерін және де киім ілгіш шкафтарын дәлізге қоюға мәжбүр болдық. Бұл уақытша процесс. Алдағы уақытта қайтадан штаттық режимге көшкен кезде кітап сөрелерін және де киім ілгіш шкафтарын өз кабинеттеріне орналастырамыз. I have been helping primary pupils to develop their English skills through the 4 skills, such as reading, writing, speaking, and listening. I use interactive board games such as Kahoots and Genki English to make it fun and interactive. Күнделікті мен математика сабағында көрнекілігі ретінде ақылды тақтаны пайдаланамын. Бұның тиімді жолы балалар тез қабылдайды, әлі біз уақыт үнемделеді, соған балалар өз есеп шығарып жаза алады. Сонымен бірге қазір платформада қолданып жүрген білім ленд және опит кезетті пайдаланамын. Балалардың есеп шығаруына бұл көп көмегі бар деп ойлаймын. Біздерге қазір мынандай мат қояйық деп отыр. Ежетіге қойсаңыз, көмектеспейді. Сен ежетіге қойсаң, сен